56 жасында ұйқы безінің қатерлі ісігінен қайтыс болған Стив Джобс қайтыс болар алдында аурухананың төсегінде жатып, өзінің соңғы өсиетін қалдырған екен. Мен бизнес әлемінің шыңына шыға алдым. Мен өз жетістігіммен өмірімнің табыс көзін басқаларға таң қаларлықтай жеткізе алдым. Бизнесімді есептемегенде, менің жеке өмірім бақытты болған жоқ. Ең соңында байлық, ақша, дәулетке мас болып, оларды өмірімнің мақсаты болдырып, адасқанымды түсіндім. Мен қазір аурухананың төсегінде өткен өмірімді көз алдымнан өткізіп, түйін жасап жатырмын. Өлімнің алдында жатқанда, менің жеткен жетістігім, байлығым, бизнес мақтанышымның құны, мәні мен сәні түкке татымайтынын түсіндім. Сен бай ауқатты болсаң, біреуді жалдап, жүргізуші болдырып, қалаған жағыңа кетуіңе болады. Бірақ қанша ауқатты, бай қуатты болсаң да, ауруыңды біреуге жүктеп, дертің мен өлімнен қашып құтыла алмайсың. Материалдық байлығыңыздан айырылып қалсаңыз, оны қайтадан табуға және жаңадан жасай аласыз. Бірақ денсаулығың мен өміріңді ешқашан қайтарып ала алмайсыз. Ота бөлмесінде жатқанда, өмірде қайткен күнде оқитын бір кітап барын кейін сезініп білдім. Ол салауатты өмір сүру туралы кітап. Кәрі, жас, сау, ауру болсаң да, бір күні сұм ажал келіп жететінін түсіндім. Отбасыңның, достарыңның ыстығы ықыласын, шынайы ниеті мен сезімін, байлығыңнан артық қастерлеу керектігін терең түсіндім. Және де өз қадіріңді білумен қатар, басқаларға қол ұшыңды беріп, қайырымдылық жасап, өмір сүру қажеттігін білдім. Жасымыз ұлғайған сайын, біз дүние жалғанға басқаша қарай бастаймыз. Соңында сіз $300 сағатын тақсаң да, $30 сағатын алсаң да, бір уақытты көрсететінін түсінесіз. $300 әмиянын ұстасаң да, $30 әмиянын ұстасаң да, ішіндегі ақшасы өзгермейтінін түсінесіз. $150,000 көлігін мінсең де, $30,000 көлігін алып мінсең де, бір бағыттағы бір жолмен жүретінін білесің. $300 шарабын алып, қанғанша сімірсең де, $30 шарабын жұтсаң да, бірдей мас болатыныңды білетін боласың. 300 квадрат метр сарайда тұрсаң да, 30 квадрат метр пәтерде тұрсаң да, өзің құлшынбасаң, жалғыздықтан шыға алмайсың. Бақыт байлықпен келмейтінін түсінесіз. Бизнес класс немесе қарапайым орындықта отырып ұшсаң да, ұшақ құласа, бірге құритыныңызды ұмытпаңыз. Сондықтан сіздің ойыңызбен бөлісетін нағыз достарың, әңгіме дүкен құрып, сырласатын ескі таныстарың, көңіл көтеріп жұбататын туыстарың, ағаң, әпкең бар болса, сіз бұл әлемдегі ең бақытты адамсыз. Айналып өтпейтін өмірдің 5 сызығы. Балаларыңды байлыққа үйретіп өсірме. Оларды білімді, ақылды, қайырымды болдырып өсір. Солай өсірсең, келешекте материалдық байлықтың құнын емес, өмірдің құны мен мәнін түсінетін боласың. Мынадай нақыл сөз бар: асыңды емдей же, әйтпесе еміңді тамақтай жейтін боласың. Біреудің сүйіспеншілігіне бөлене алсаңыз, сіз ешқашан жалғызсырамайсыз. Сізді тастап кететін 100 себеп болса да, тастап кете алмайтын бір себеп жеткілікті. Адам болу мен адамша өмір сүрудің арасында үлкен айырмашылық бар. Мұны түсіне білетін жандар санаулы. Жарық дүниеге келгеннен кейін, бақилық болғанға дейін сізге сүйіспеншілікпен қарайтын жандар бар. Бұл жайт өзіңіздің ниет пиғылыңызға байланысты болады. Тез жүрейін десең жалғыз, алысқа жүрейін десең көппен жүр деген қағиданы ұмытпа. Әлемнің ең озық шипагері күн сәулесі, демалыс, қозғалыс пен жаттығу, дұрыс тамақтану, өзіңе деген берік сенім, алдыңа қойған мақсат және достарың. Өмір бақи, осыларды есіңде сақтап, өз ақылыңмен салауатты, бақытты өмір құра біл.